анашым, әкем екеулеріңіз мүлдем ұрыспаңыздаршы. Біз ешқашан ұрыспаймыз. Уәде бересіз ба? Әрине, қызым. Уәде берем. Квартирадан квартираға сандалып жүргеніңе 10 жыл болды ғой. Оны ойлап отырған сен жоқ. Айту оңай саған. Мен не ерге жүр деп ойлайсың ба сен? Тындырып жатқан бір тірлігім жоқ. Сонда үйде отыр, бала бағып отыр, оңай деп ойлап тұрсың ғой, сен? Несі қиын оны? Не мен 4 бала қарай алмайды дейсің ба? Таңертең ойнап айттым деп сөзіңе тайып кетпе. Еркектің екі сөйлеген өлген үміт. Не істемішсіңдер, жас балдар ұқсас спор ойнап. Одан да айтшы, мен жұмысымда неден бастайын? Шешінуден бастайсың. Бала шаға ұйықтап жатыр. Ұйықташы, өтініш сен. Қазір дуалдар слабы, Қазір еркектер слабы. Мені білесіңдер ғой. Артқы звондап, қуаттың мазасын алмай. Звондай береді. Неменеге звондай бересіңдер сендер осымен жұмыста отқан кезде? 30-ды бітіріп беремедіңіздер, дұрыс па? Бүгін 29-ы. Балам, маған дайындалып жүрсің ба? Конечно, пап. Мынандай табиғаттың аясында, таудың етегінде, балаларды өлтіріп салмаймыз ба, балалар? Ё-мое, қалай сен көрдің ба? Қазақты қазақ сабайтын не күн туды сендерге? Ерлан, кім анау? Жайдарман президенті Есен Елеукен ғой? Директормын деп қояды ғой, көрсетем директордың қандай болатынын. Қалай болады? Жақсы болады? Бетімен кетті ona қызыңыз. Вообще төлеген. Ұяттарың болса төлейсіңдер, болмаса босатыңдар. Негізі қатын дегенді ашса алақанда, жұмса жұдырып тастау керек. Көтті қышы сені, түсінің ба? Бойдақсың ғой сен әлі.